Сайрам су. Шымкентте тауыз жоқ дейтін адамдарға шах-и-мат қоятын жер. Сайрам судың 2350 метр биіктікте орналасқан төменгі көлінің кереметі соншалық, оған 9 километр жаяу жүргеніңді елемей кетесің. Біз жолы қиын шытырман мен тепетен келетін сұлулыққа толы сайрам судың төменгі көлін бағындыруға тырыстық. 11 адам болып шыққан тобымыздың қаншауымыз жететінін бүгінгі видеодан көресіңдер. Йоу, барлықтарыңа сәлем. Менің аты-жөнім Бақберген Сұлтан. Merhaba arkadaşlar. Дайындалып жатқан заттарымыз да өте көп. Бірақ біз ең Нижний озероның төбесіне дейін палаткамен шықпаймыз. Ол жаққа ертесіне азанда ночевкадан кейін заттарды жинап, сол жаққа басқа жерге жасаймыз. Біздің палаткамен түнеуіміз алғашқы рет емес екенін білесіңдер. Алайда таудың шыңына ең алғашқы рет шығудамыз. Сондықтан біздің командамызбен тағы да басқа достарымыз шығады. Арасынан Әділет болған төменгі көлді уже бір рет бағындырған. Аяқ киім тауға шыққанға. Кепкі болса күн өтпейді. Вот сол астамнан солар ғой. Қалғаны сумка, жылы киім бар, ол да бар. Сенде суық болмайтын шығарсың. Бір алланың қолында ол енді. Қандай болады? Короче, дайындық болып жатыр бізде. Тамақтың бәрін үш бөлікке бөліп жатыр. Бірінші ужин, кешкі тамақ жасаймыз бүгін кешке. Ертең азанда завтракке бөлек пакет. Одан кейін ертең обедке жаңа бутерброд анау алып шығамыз онша озероға. Жігітлер, танысыңдар ма жігітлер? Тынтыраны үмітлер. Бұл Нұрдәулет. Бұл Нұрасыл. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бұл Димаш. 3 машинаның біреуі осылай толған, екіншісі бұлай толған. Қалың киім алып шыққан шығарсың ба? Делай, Султан. Бағасы сонда қанша? Жеңіл машина адамға жеке төлейміз бе, машина? Мерс келді, Приора келді, төледік. Нұра, сендерге. От кетіп жүрді, отырыңдар. Сайрам Өгем паркіне кірмес бұрын күшті көріністер болса, кіргеннен кейінгі көріністер одан асып түседі. Ал ертеңгі тауға шыққандағы видтарды тіпті елестете алмай. Қарап қойсам сонда? Қатып қалғаным бар, айтпа. Үсіп қалып терезені жауып тастаған. Жайғасатын орынды анықтау үшін төртеуміз баратырық барлауға. Мына видтарға дұрыс сенбейді анау. Картинка сияқты. Картинка болып тұр да анау. Бірақ жазбайтын картинка да. Короче, осындай жерде отырамыз деп отырық. Мына жердің бәрі жол. Короче, мына жер более-менее нормально. Тастар бар. Адамдардың күллері бар тастап кеткен. Бұдан бәрін қазір жиыстырып, осы жерлерде палатканы тұтқырамыз деп отырық. Не? Бәрі тау. Да ладно! Бәрі тау. Да ладно! Қанша теңге? 15 мың. Problem is when I'm with you, I'm not it. When I need some relief, my feels can't take Жеттік, анау именно бабалар аңғары деген жерге баратын жолдың поляна бар, сол полянаға жайғастық, 4 палатка болып біз аула кемпинг кәдімгідей. Can you see? I lose control when you're not next to me. Әділет дайындаған дәмді тамақпен тамақтанып, таудың түнгі ауасымен тыныстанып, ертерек ұйықтауға жаттық. Түнеп атқан жердің ылғалдылығы өте жоғары. Қараңдар, сыртынан су нам болып қалды. Кәдімгідей ылғалды. Біздің палаткамыздың сыртында жауын сияқты болып тұрады. Қазір ойындардың бәрі асмена болып болсын да? Әділет дайындаған ғой. Мынандай да енді. Короче, осындай обстановка. Бізге қарайтын тілеп қойындар. Ислам мындай жоқ. Біз ұйықтаймыз.
Біз ұйықтаймыз. Мен зарқын Ерғыз шетте жатасың ба, мен шетте жатайын ба? Бізде обстановка осындай. Кеш болды. Кешіміз түн болды уже. 10 болады. Ұйықтайын деп жатыр. Құдай қаласа таңғы сағат 5-те көріскенше. Таңғы сағат 4, қазір 4:12. Тұру жаман қиын болып отыр. Қараңғы айнала. Күшті дейсің ба? Мен біреулер рахат ұйықтады, біреулер пай деді. Короче, таң намазына тұрдық. Случай тұрып жатыр. Біз дәрет алып, завтраканы дайындаймыз. Таң уже атайын деп жатыр. Ерғазы қыз, короче, обедімізді дайындайды. Мен завтрак дайындаймын. Каждый жақпасақ ощущением температура қаншада ойлайсың? Где-то бір 10 камерадан онша көрінбейді, бірақ жылтырлы көріп тұрсыңдар ма? Су аққан, короче. Аққан болғанда, в общем, сыртың бәрі су, как будто жалын жауған сияқты. Монета деп ойлайды ғой. Жаңа жолға и Нижний озерода жеуге арналған сет дайындадық, кішкене вафли бар, шоколад бар, углевод и тоже банан, бысыр углевод. Озерода асықпай жейтін бутер. Бізде андай мектепте шыға бересіздер магазиндар сататын еді ғой. 50 теңгеден сататын бутер. Әрқайсысына бір-бірден береміз. Өздері распоряжайсыздар. Қазір жейма или потом жейма. Ассалаумағалейкум баршаларыңа. Мен бүгінгі таңғы асымыз керемет Озын жейік, жинасайық, машинаға тасайық бәрін. Деймін вид болып тұр енді. Эзду. Реклама жасама. Эздуға жалын сәлем. Бәрін жинап біттік. Өзіміздің артымызда мусор қалдырмақ. Только андай ағаш картоп қалдырып отыр. Бізден кейін келетін адамдарға. Кетейін деп отыр. Парковкаламыз машинаны и дальше. Ана тауға жасамыз. Қателеспесем осы тау. Жолға шықтық, короче, сағат уже 6:48. 5-те шығады адамдар. Парковкаға барып, заттар потом ретейміз, сумкаға не алатындарды. Бірақ мына видтарды енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте күшті бар ғой. Аналармен амандасаң да түсіріңіз. Давай. Приветики. Удачного вам. Давай. Мынау арабтардың веласы, Иә. Короче, заттар туралы деп жатырмық. Шашылға жатырмын, суға түсеміз деп жатырмық, бірақ мына таңғы ауа райымен білмеймін, вообще водолаз киіп жүрмін, суға түсу деген ой вообще крышесыносына көрінеді. Жеге мына тамақтарын алыңдар, әркім өз-өзіне. Болдым, короче, жинау. В итоге біраз нәрсені тастадым. Жолдары бар. Анау айтты қиын емес, подъемдар. Сол жолды ұстанып, тіке жүре береміз. Құдай қаласа 4 сағатта жетіп қаламыз. Әрине ол біздің жүрісімізге байланысты. Так, жігіттер, дайынбыз ба? Осылайша бисмилля деп тауға шығуымызды бастадық. Алдына жазу жолымыздағы ең алғашқы чекпоинт. Бірі оңға дейді, бірі солға дейді. Солға кетіп отыр екен. Перевалға тоқта келдік. Мына арабтардың вилласы жанында тұрмыз. Уже шығып отырмық. 8-9 километр. қаншада шығып отырмыз? Қаншада шығып 7:30-да шықтық. Короче, біраз жігіттер киімдерін шешіп сәл пері кодировка жасап отыр өздеріне. Димаш Құдайберген десең? Жоқ. Димаш деген бала бар. Сұлтан енді суасы бар, Ерғазы деген. Ол бетін Ислам деген досы бар. Ехала. Бірінші чекпоинт. Тоқтамаймыз оны. Жүр кеттік.
самый чмолар артта жүреді, конечно же. Ана жердің видін ай. Покеттің фигнясы түсінбейдім ше. Кім бұнда тағап бетім жылдар емес қойды. Сөйтсе қазір қадірін түсініп отырмын. Покетқа байлап қойып, білегіме іліп қоямын. Ата чехолына сағып жүрген неудобно. Бұрғысқа жақындап отыр. Шашалық кәдімгідей. Бірақ әлі күш бар менде. Бірақ нұрғазылар кәдімгідей уже жерге отыр. Бірақ мына бит жаман қаттанда успокаивать етеді. Көресің, шақпалақтың, кете бересің. Қалай километр жүріп тастаған деймісің. Бүгін біз 2 километрдей Аллахтың қалауымен жүріп тастадық. 6 километр қалды. 6 километр. Мына жақта концерт болайын деп отырмын. Не концерт болып жатыр? Фестиваль болған ғой. Қалай өзі? Не ғой? Лагерь болған, Қазір? Кеп жатыр. Болды. Жолдарың болсын. Жолдарың болсын. Рахмет. Машинамен қалай келейін десейші бұл жерге? Сол Қалалар сұрады ғой? арақтардың жеріне өтеді, по-моему, ше. Разрешениемен алып ше. Қальяны бар. Мына жерде зор ғой. 2 километр жүрген екенбіз. Кез келген жердің бәрі әдемі вида, әділет. Сол, қаяққа қарасаң. Жалпы мына жер магический жер ғой ше. Қандай таза ауасы ше, андай прям Мастер. шаршаған бәрі сезіліп жатыр. Бүйтіп қойып отыратын жер ғой деп ше. Бет қозып қойшы. Мына видтар ше. Айта алмаймын, мына тас саған қойын деп тұрған сияқты ощущение қалыптастырып. Ана жақтағылар. Оу-ля-ля ғой. Қар көріп тұрғандай болып тұрмыз ғой. Öyle profil arası bıraktırır bizi. Старший фигивап. Памятник погибшим альпинистам. Қаза тапқан альпинистерге ескерткіш. Жоқ, осы тауда қайтыс болған да? Осы тауда шығып атып қайтыс болған осы жолда. Исмаилов, Қазақтар да бар екен, а? 2019-да қайтыс болған, прикинь. 18-де қайтыс болған. 2020-да қайтыс болғандар бар. Трагически погиб под пиком Ленина. Сол үшін абайлап жүру керек. Еркау қарап жүреді, гитарасы бар. Шағын болсаңыз бұл не? Иә. Төрде бір шығып келетін. Күшті ғой. Шалсаң. Мына видтар әдемі. Әр точкасында отырып, как минимум 1-2 сағат отырғым келеді ше. Чай ішіп ше, голдный чай. Сурет түстік әде жерде. Сурет түскен кезде қарап тұрам. Панорамамыздың өзі әдем. Елкалар әдем. Біздің Шымкенттің сап-сары болып кеткеніне ұқсамайды. Сендерге келгенді советую. Бірақ жол оңай болмайды жанына ет жоқ болсаңдар. Кәдімгі тас жол. Мұндай мықты аяқ киім киіп шығу керек. Құрғап кеткен ағаштар арқасындар. Төбесі ғана жасыл. Асты құрғақ. Не болғанын білмеймін. Тауға барар жолдың әдемі көріністерін көріп, қуанып жүрген біз, алда қандай қиындықтар болатынын бұл кезде білмедік. Қиналды. Мынандай тікен. Мынандай қиын подъем. Бағанағы жол цветочки просто. Перевалға келдік, демалып отырық. Бұл жерде Таутеке дейді. И бар жоқ 6 километр қалды. Қайда? 3 километр. Я помню. Люблю точные цифры тікті. 3 қалды. Ана аяқ барады. Да ладно. Ана аяқ барады. Да ладно. Мынаны қараңдаршы, не деген керемет. Тек қана алға. Нұрғаз қиналса вертолетпен түсуге болады, тегін ғой. Любила, братово, чипис на берег. 1, 2, 3.
ұясына қимай оны батады екен. деген, то есть спуск подъемымыз. Мына. Спуск. Адамдар Шымкенттіктің жүрмейтін жері жоқ дейтін. Жол қиын, бәріне оңай беріле бермейді. Нұрғазы әзер тұр. Мойындарға жады. Амалсыздан осы жерде екіге бөлінуге тура келді. Демді басып демалып алу үшін біз біршама уақытқа қалсақ, орналасатын орнымызды ертерек табу үшін ерғазылар бізді күтпей кетті. Неше аромат иістерін айтамайым. Анау баняға барасыңдар ғой, и горный чай заказ бересіңдер ғой. Тура сондай иіс. Бірақ қай жерінен ішетінін білмеймін. Айтамда осы витті алып, Шымкенттің айналасына барып қойса деймін да. Есігін бытшын шығарады. Есік алдында сәл позитивно ойлансаңдаршы. Жоқ, өзім есігім алдына әкеп қой, мен өзім есік алдына да таза күтемін оны. Жалман, позитивно ойланады дегенсіңдер. Соны сен платен қылтайсың фотты. Жалғыз өз платын деп. Мына жерге келдік. Қарны аша бастады жайлап. Бірдеңемен әлденіп алу керек деген ой келіп. Тоқтап, перевал жасап отырып, тамақтанып алу үшін сәл әлденіп алуға. Әдемісін ана жерін. Құрметті көрермендер, мынаны сезіну керек. Видеода енді 60%-ын ғана, 50%-ын ғана передать етіп жатсам. Бұл жаққа келіп көру керек. Бірақ тіпті осы жердің өзіне көп адам жете алмайды. Ау! Я! Жігіттер зор технология ойлап тапты. Кім ойлап тапты жаңағы технологияны? Келе жатыр, әлі жетпей кеттік. Анау алғашқы өтіп тастаған 5 километріміз мынадан қайда жеңіл болды. Жолдар не деген опасный. Склонный, кәдімгідей. То спуск, то подъем. Короче, подъем. Мен бір кесіп дегенде жүрміз. Нұрғазылар анау жақта келіп жатыр. Нұрик, давай! Делаешь, Нұрик, делаешь! Қар барысы дейді. 1,4 километр қалды дейді. 1,4 километр қалды. Тауға шыққан секілді дейді да білім. Сен тауға қиналып осылай термен шығасың дейді, бірақтан сен сол видті көресің дейді тауға шыққан кезде. Адам білім алған сайын, өзінің кругозоры көбейген сайын, сондай жаңа нәрселерді көре береді. Тауға шығыңыздар, саяхаттаңыздар, Алла қаласа. 100 кітап оқығанша бір нәрсені саяхаттап бір елді көрген артық дейді. Біз примерно 3 кітаптың нәрсесімен шығып бастадық, 3 кітаптың несін жеп тастадық ғой. Қазір жаңа 1,4 километр қалды деген жерден тағы да бір 400 метрде жүрдік. 200 метр. Мынандай поляна болып тұр мына жер, кәдімгідей бос. И көзің тынышталады. Психологически тынышталасың мына жерде ше. Рахат. Жай жүргім келеді, асықпай. Ештеңе. Мына жер именно осы жерге келгенде шынында деймін, андай не кетті. Өмір тоқтап қойғандай ше, уақыт тоқтап қойғандай. Асықпай, дым асыққым келмейді. Ертең жұмыс дегендей нәрселер ше. Құдай қаласа, осы видео 1000 просмотр жинаса, келесі сезонда осы төбесіне, даже верхний озероға, может быть, палаткамен түнеуге барамыз десем қалай кетеді. Қазіргі ощущениемен бөлісетін болсақ, әр тоқтағанымыздың өзі әр тоқтағанымызда живописно болып тұр. Мына бұлтты қарашы.
не деген биіктікке жетіп қалдық. Біздің балдар әлі жоқ, көрінбейді. Ерғазылар төбеде уже шомылып жатқан шығар. Бізде бірінші перекус, банан. Банан болған Алла қаласа 1 километрдей қалды. Иншалла. Энергия жинап алайық деп жатыр. Қанша қалды ғана? 16 қалды. Мына жерлерде сияқты. Осыдан ассақ болды. Мынау бұлақ келе жатады. Бүйтіп келеді. Ай, жоқ. Судың астымен ана жақтан шығады. Асылы. Темая, Аллахтың құдірет. Аллахның құдіреті ең әуелі. Ана, келіп жатыр біздің жігіттер. Жігіттер. Міне жігіттер, керемет. Жаңа айттым ғой, әдемі вид. Келіңдер, обязательно советую деп. Сөзімді айтып артып қаламын. Ну его нафиг теперь. Имеет қойыңдар. Жоқ, кеме демейміз. Бірақ на свой страх и риск келесіңдер. Өйткені өте қиын. Келіп жатырға әлі су жоқ. Қырғын адам бізді осы кетті бар ғой. Сарылдап тұрған судың дауысын естіп тұрсыңдар ма? Бұл деген суға жақындадық деген сөз. Көлге дейін 200 метр қалды, Нижнийға дейін. Егер шынласамыз, уже вид көрінеді. Бізбен бірге кеттік. Без монтажа, без клеек, Эмоции. без музыки. Қанекей? Вау! Кішкентай екен. Мынадан кейін шетел метел не надо. Мынау бізге Құдайдың берген сыйы ғой. Мынаны қараңдаршы кәне. Ана. Чистая эмоция ғой. Чистая эмоция ғой. Айта алмаймын бар ғой. Қанша қиналып келдік. Қазан айттым ғой. Өздерің страх и рискіңе келіңдер деп ше. Кеңес бермеймін. Но кеңес кемендер демеймін деп ше. Блин, сәл желание болса по-любому келіңдер. Біз әлі суға түспедік, суын ішпедік. Просто әшейін көріп тұрмыз, мына бейтін өзі әдемі. Мәссаған. Су жылы екен. Келем дегенше су жылып қалады. Келіңіздер, көріңіздер, түсіңіздер, дем алып қайтыңыздар. Керемет деймін да. Осы біздің қазақтың жеріміз еттен керемет. Елдер шетелге кетеді. Ал біздің Қазақстанымызда осындай әдемі жерлер бар. Осы түсінмеймін да, осы біздің Қазақстанда. Слишком болып кетті ма? Қатты кеттім. Қатты жаңа сезіп отқан жоқпыз негізі. Айтшы, нормально ба? Түр айтып тұрмын, жаралап тұрған жер. Қазір барып сүңгіп кетейін бе деп. Маған түскенде ше, Дима өткендегі Нұрахмет сияқты боламыз ғой. Деп ше. Болды, қайт. Дәл кез аяғын тақ. Біз түсінге атырық. Еба! Жігіттер. Уақытта сағап отырсың, параллельдер. Ергау Димаш деген сияқты ұлттар біздің. Келден үйретіп қойды. Аяққа миллион ине қамағандай ғой. Анадан ары жүрмеңіздер, ертекші баға. Айналайын, мына жерге жетіп алайықшы. Делай, Судан, делай! Отырып шыққан боласың да? Сәл ары ғой. Два, три, прыгай! Давай! Володя, давай! Давай!
Біреуге докторға мықтымыз, Қазақтарды аяқтан шалуға мықты. Дальше, 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 дальше. О, Нұрғас. Тезде түскен еркебай сөйлеп Ерка морс ғой. Майонез несі нормально ма, кетчупы? Гарғазыға не қылсам, оценка берсей. Азанды таңғы сағат 4 жанында тұрып. Ас болсын жігіттер. Зөрледен кетем. Сан давай. Мало қызақ болған. Сіздер қай жылғысыздар? Әртүрлі 2000-нан бастап 96. 96. Кто? Ей, 2005 па? маған жабасамақшы едіңдер, Қанша уақытта келдіңдер бұл жаққа? 4 сағат. 4 сағат. Алған жас категориялар қандай? Үлкен апалар болды ма? 45 это максимум. Солар шығар, наверное, тормозить еткен. Да, поэтому, а так мне кажется, мы быстрее дошли. Егер видеоны осы жерге дейін көрген болсаңдар, ё-моё, рахмет үлкен. Және де үміттенемін, что лайк басыңдар, және де подписаться етіңдер. Осы жерге жету өте қиын болды, әсіресе Нұрғазыға қиын болды. Бірақ жеттік, и осындай күшті көріністі шомылды, демалдық. Егер видео ұнаған болса, комментарий, лайк жазыңдар. Подписка. Міндетті түрде. Колокольчик басып біліңдер. Және де мына жігіттердің бәрін инстаграмдарына подписаться етіңдер, және де описанияға қалдырамын. Сендермен бірге болған мен Бақытбек Сұлтан, және де достарым Димаш. Димаш қана. Ата-тасаға қосылса. Отырған жеріміз бәрі қосылып. Міну де қиын, түсу де қиын. Қайтардың дейді өзі әдем. Кеше қандай ғой? Әр кезде әр түрлі дейді. Аяғымды көрсетіп отқан үшін кешірім сұраймын. Жаман аяқ киіммен вообще шықпаңдар. Шығарылмаңыз, әлемді. Все будет хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мына видті тоже қараңдаршы. Ерғазы, 20 жас. Әсімді оқиды. 3-ші курс. 4-ші курс. IT мамандығы. Сен уже 4-ші курс емессің. Мен бітіп қойдың уже? Маясы да? Университет Иә. Қай кітап екен есіме шықты да енді. Бір кітапта айтылған дейді. Адам дейді қай кезде тауға шығып. Ох, бля. Айтамай қалдым ғой.